Осы жұмысының қауыртпағанына қарамастан لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن يا رحيم لك الوجود يا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا موحد يا نعمة يا أحد يا شريك لك الله لبيك اللهم مجيب يا شريك لك لبيك يا ناحض يا ناصت يا حليم يا شريك لك لبيك اللهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli halkım, hürmetli Kazakistanlıklarım, barcha Müslümanlarga aldığımızda kelayotgan Kurban ayı kutlu berekeli olsun. Qajılıkka katışkan, qajılıkka qadar bolgan har bir Müslümanın qajılığı kabul olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kabul bolgan haj, bunun suyu cennet degen, және Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem topalan kılmay, janjal kılmay, ерегіспестен хаждың тәртіптерін бұзбағандарға анасынан туылғанда қандай пак болса, үйіне сондай пак күйінде барады деді. Бұны ешкімге уәде қылмаған, бұны жалғыз ғана қабыл болған
хаж иелерін сүйіншілеген. Бұл тұрған жеріміз Зул-Хулайфа. Зул-Хулайфа деген сол қажылыққа, умра мен қажылыққа ниет қылатын орын. Бұл қажылық үш түрде болады. Бұл таматтуқ, қиран, муфрат деп келеді. Біз таматтуқ қыламыз. Бұл таматтуқ деген бұл умра мен қажылықты ниет қылады. Умраны қылып, Меккеге барып, умра қылып болғанымыздан кейін ихрамдарымызды шешіп, қаж уақытта қайтадан киіп алуымызды бұл таматтуқ қаж дейді. Мінер Зул-Хулайфа, егер бұдан өтіп кетіп, ниет қылынмаса, онда ол қажылығы бүтін болмайды. Онда ол құрбандыққа береді. Меккенің өзінде, әлхамдулилля. Соның үшін біз енді Рахматулланың басшылығында келіп жатырмыз. Әкесі Әбсаттар Асыл Мақсатты басқарды, Әл-Марваны басқарды. Қазақстан бойынша емес, осы Есенгі бойынша бірінші орында келетін еді. Бұның баласы Рахматулла да бірінші орында келіп жатыр, иншалла. Былтырда өте бір сапалы өткізген, иншалла биыл үміт қыламыз, және тозаны бұзып, бір Қазақстанның емес, әлемдегі мұсылман қажылардың ең бірін сабында, иншалла, өнеге көрсетіп, Қазақстанның қажылары қандай болатынын танытып, елге аман есен баруымызды Алла тағала біздерге, және біз Қазақстанның қажыларға нәсіп қылған болсын. Алла тағала мынау ихрамға киіп, жаңағы таматтуқ қажға ниет қылған ниетімізді барлық Қазақстанның қажыларынан Алла қабыл қылсын, және қажылықты біздерге жеңіл қылсын. Халқымыз үшін, еліміз үшін қылған дуа тілектерімізді Алла тағала қабыл қылсын. Аллаху акбар.